Ас қорыту жүйесі. Система дегасторинг деп атаймыз. Ас қорыту жүйесінің қызметі ауызға келіп түскен тағамды химиялық және механикалық жолменен қорыту, қорытылған асты қан мен лимфаға сіңіру, қорытылмаған ас бөлімдерін нәжіс түрінде сыртқа шығару қызметтерін атқарады. Ас қорыту жүйесіне қандай мүшелерден тұрады? Планшеттен көрсетеміз. Ауыз қуысы кавитас орис деп аталады. Жұтқыншақ фарингс, өңеш эзофагус, асқазан вентрикулус, грекше гастер деп атаймыз. Келесі, ас қорыту жүйесінің ең ұзын бөлімі жіңішкешек. Мына көрсетіліп тұрған бар жіңішкешек. Бұны интестинум тенуі дейміз латынша, грекше энтерон деп атайды. Бұл үш бөлімнен тұрады. Бұның қысқа бөлігі 12 елшек, немесе кейбір жерлерде ұлтабар деп атайды, дуоденум дейді. Одан кейін ащы шек иенум деп аталады. Одан кейін мықын шек бізде илеум деп аталады. Келесі, ас қорыту жүйесінің шектердің соңғы бөлімі жуан шек, немесе кейбір жерлерде бұны тоқ шек деп те атайды. Жуан шек интестинум крассум деп аталады, грекше колон деп аталады. Жуан шек мынандай бөлімдерден тұрады. Соқыр шек бөлімінен және оның құрт тәрізді өсінісінен тұрады. Соқыр шек цекум деп аталады. Ал құрт тәрізді өсінісі аппендикс вермиформис деп аталады. Келесі бөлімі өрлеуші жиектік шек, колон асценденс, көлденең жиектік шек, колон трансверсум, төмендеуші жиектік шек, колон десценденс, сигма тәрізді шек, колон сигмоидеум және тік шек ректумнан тұрады. Ас қорыту жүйесінде ірі бездер бар. Оларды да планшеттен көрсетеміз. Бұны бауыр, хеппар деп аталады, және ұйқы безі панкреас деп аталады. Және бауырдың төменгі бетінде, яғни висцералдық бетінде өт қуығын көруге болады. Оны весика билиарис деп атаймыз.